басында өзіміз таныстыра кетейік. Менің есімім Нұрлыбек Нұржанов, IT саласында бизнес-аналитикпін. Қызыл киімде отырған біздің досымыз Ақжолтай мырза, фронтенд әзірлеушісі. Екеуінің арасында программистпін. Және ортамызда отырған Айгүл Үрпекова, Айгүл деген есімді біздің досымыз, IT саласының рекрутері. Қош келіп жатырсыз, Айгүл. Біздің үйімізге, біздің офисымызға. Біз Ақжолтай мырза екеуміз осы қанша ай бұрын, Ақжолтай? Бір жарым ай бұрын курстар бастағанбыз. Progress Academy деп студенттерден іріктеп алып фронтенд бойынша курстар өткізіп бастадық. Оның ішінде React фреймворкін үйрендік. Енді осы бір аптаның ішінде аяқтаймыз. Осы аяқтамас бұрын осындай бір digital talk жасаймыз деп ұйғардық. Және тек сол курсқа қатысқан балалар емес, баршасына бірдей кім кіргісі келеді, келе берсін деп осылай. Басында біз ойладық, тек біздің курсты бітірген балаларға ұйымдастырайық. Ар жағынан IT курсын жеткілікті меңгеріп болды, сайт жасап біледі, енді ары қарай жұмысқа бейімделу керек, резюме жазу керек деген сияқты. Сосын Ақжолтай екеумізге бір ой келді, біз неге тек қана жабық аудиторияға ғана өткіземіз. Давай оны адамдарға жарнамалайық, өткізейік, адамдарды тарттырайық, адамдарды шақырайық, көрсін, IT саласына келгісі келіп жүрген адамдар бар шығар деп сөйттік та, оны ашық доступта жасайтын болып шештік. Сөйтіп, ең алғашқы біздің қонағымыз ретінде өзіңізді таңдап алдық. Бұл бір еркін форматта болады. Сондықтан өзіңізді еркін сезінулеріңізді сұраймын. Чувствуйте себя как дома. Және көрермендер, сұрақтарыңыз болса, осы біздің чатымызға жазып отырсаңыздар болады. Соңында біз жауап аламыз. Жақсы, онда сұрақтарыңыз болса алып қойыңыздар, соңында жазып жіберсеңіздер болады. Айгүл сұрақтарға жауап беретін боласыз, жарай ма? Айгүлді таныстыра кетсек, Айгүлді мен қазірге позициясын айтайын, ары қарай өзінің бэкграунды туралы өзі айтып берсе, да? Айгүл бұл біздің группаласымыз, бәріміз бірге бір университетте оқығанбыз, доспыз. Бүгінде Айгүл Аквилон деген компанияда техникалық рекрутер бойынша жұмыс жасап жатыр. Ары қарай ол не компания, немен айналысады, өзінің қандай опыттары бар, сол туралы өзі айтып берсе. Рахмет. Қайырлы кеш, достар. Бізге қосылғандарыңызға рахмет. Және достарыма айтқым келетін сөзім, керемет жоба істеп жатқандарың пайдалы болсын, жемісті болсын. Келесі программистердің ұрпақтарын өсірген солай. Айтқандай, менің есімім Айгүл. Мен қазір американдық Аквилон атты компаниясында жұмыс жасап жатырмын. Американдық? IT саласында менде негізі басында КБТУ-да бағдарламашыға оқығанмын, сондықтан қандай мамандық? Информационный система. ИСТ бітірдіңіз, да? Екеуміз группаласпыз. Сондықтан негізі бэкграундым менің тоже IT-ның ішінде, алгоритм және структура данных деген сабақтарын өттім. Кезінде программированиеда кішкентай осында проекттерім болды, академический. Бірақ уақыты келе өзім үшін түсіндім, программист ретінде емес, бірақ IT саласында басқа рөлде жұмыс жасап келеді. Сөйтіп өз-өзімді іздеп, осындай жұмысқа келдім. IT рекрутментқа. Сен еще project менеджер ретінде? Мен скрам-мастер ретінде жұмыс істеген авиатада. Бұрын мен робототехниканың мұғалімі болдым. Ең басынан бастап, универ бітірдіңіз, сосын? Студенттік кезінде 3-ші сыныптан кейін, 3-ші курстың аралығында мен мұғалім, робототехниканың мұғалімі болдым. Introduction. Еще магистратура бірге сосын авиатаға
директордың ассистенті ретінде кірдім. Соның ішінде жұмыстың түрін істеп көрдім де, бір жағынан скраммастер болдым, басқа жағынан біздің Бангладештағы басқа партнерлармен сөйлестім. Авиатаның да? Авиатада Бангладеште партнерлар. Филиал ашқызым келді. Сосын басқа бір стартапымыз болды, соның ішінде аналитик скраммастер болдым, және авиатаның өзіне кішкене рекрутер ретінде жұмыс істедім. Себебі рекрутер жалпы кім? Ол ашық жұмысқа іздейтін, адамды іздейтін және оны тауып интервью өткізетін, бағалайтын адам. Жұмысқа алады. Тех интервью емес, былай, HR интервью. Бірінші кездесу. Сол айналамда тек программисттерге толы және үлкен тәжірибесі көп адамдарға жақын немесе бірге таныстарымыз көп болған соң маған айтты, осы жұмысты атқар, саған жеңілдетілетін сияқты. Өзіңе алды ма? Сонда сол авиатада жүргенде уже HR-ға ауыстыңыз ба? Бір жұмысының көбінің біреуі болды. Келесі компанияға, Дар атты компанияға, оған мені уже тек толықтай IT рекрутмент ретінде шақырды. Бірақ рекрутменттен басқа онда менің екінші рөлім болған стажировкалар өткізу. Стажировка? Бізге керек нәрсе ғой қазір. Сондықтан мен студенттермен өте көп жақын жұмыс істегенмін. Оның ішінде тек қана КБТУ емес, МУИ, ТСДУ, Фараби, түрлі студенттер болды. Мына бізді тыңдап отқандар көбіне студенттер сияқты, қай университеттен екенсіздер, бізге комментарий жаза кетіңіздер. КБТУ ИС дегенді көрдік, Айгерім Абдулла, СДУ, ЕНУ, бізді Астанадан да көріп отқандар бар ма? СДУ бар, КБТУ бар. Маған сразу осы универ бойынша сұрақ келіп отыр. Мен өзім IT сферада 6 жыл жұмыс істеп жатырмын. 6 жыл ма? 5 жыл. Универ сұрағанда тек 3 универ болады. Көбінесе 90% КБТУ ИС, КБТУ, IT, СДУ. Олардан басқа универлер бар ма? Әрине, Назарбаев университеті бар. Енді шықпай тұр олар, өте қатты күшті оқитын студенттер. Қандай тағы? Астана IT университеті. Оларда да программисттер бар ма? Факультеттер бар. Оның ішінде түрлі бар. Туран, Қайра. Олардан аз, бізге сфера. МАПта ішінде бар информационный система дегендер. Университеттерді айтып отырық та. Статистика бойынша 2020-21 оқу жылындағы студенттер саны 576 мың студент екен. Соның ішінде оның бірнешеуі IT саласында мамандығында оқып жатыр да. Енді Айгүл, саған мынандай сұрақ. Оның барлығы сол IT бойынша жұмысқа тұрады деп ойлайсың ба? Статистика бойынша қазір ойланып көрейін. Негізі 100 адамның 100-і әрине программист болып жасамайды. Мысалы мен ішінде бар. Мен бірақ сол сферада жүрсің. Мысалы біз қалай университетке кетсеміз, тура өзіміздің күшті және өзімізді толықтай біліп, осознанно дейміз ғой, неге мамандық таңдап оқуға түспейміз. Тек білген сабаққа итеріліп және ата-анамыз не айтады деп сонымен жүрміз. Себебі мен де мысалы және грант та тағы бір фактор да. Ата-ананың ықпалы алдында Аман қалай айтып еді, ата-ананың ықпалы бар, грант алу керек деген сияқты, и престижі, популярность бар. Адам өзінің көрген мамандығына түседі да. Мысалы там, менің әкем врач, мен де врач боламын. Менің көкем нефтяник, мен де нефтяник боламын деген сияқты да. Ол сондай. Ол салада адам жоқ болса, ол бір қараңғы сала болады да. IT саласынан ол ағайын тумасы, жақындар болмаса, ол қалай мен IT-ға барамын, ол білмейді, түсінбейді да. Бірақ қазіргі заманда ақпаратты заман, қазір Google-ға жаза салсаң, көп информация, YouTube-ға жазсаң, бәрі шығады, курстар да жеткілікті.
Хорошо, түсінікті. Сіз сөзіңізді бөліп жіберген сияқтымыз да. аздап. Кешіріңіз, айта беріңіз. Жоқ, айтарым тек бәріне оқуға осы программированияға түстім деп өз-өзіңді қиналтып программист боламын деп өзіңді қинап талпынып керегі жоқ, ол міндетті емес. Мүмкін сіз басқа салада одан да күштірек өзіңізді көрсете алатын шығарсыз да, сондықтан әрдайым өзіңнің ішкі ойларың, арманыңа және мінезің қандай, жаныңа не батады, не жақын, соған қарап жұмыс таңдау керек. Мысалы, маған көптен адаммен жұмыс істеген ұнатамын мен. Біреуге қарап, оны ойлап, қалай көмектесе аламын деп, соның ойымен жүрген жақсы ойлаймын де. Мысалы, мен HR ретінде, рекрутер ретінде соны көп істей аламын. Адамдар туралы ойлап, оларға көмектесу, жұмыс табу көмектесу деген сияқты. Өсіру дейсің ба? Иә. Сіз тек жұмысқа тақалдап бересіз, болды ма? Жоқ, өсуіне одан кейін онбординг нәрсе солар және өсу, қалай не өту керек, не оқу керек, келесі деңгейге өту үшін деген нәрсені біз де ойлаймыз. Осы жерде бір сұрақ. HR и рекрутмент, да? Ол не айырмашылығы бар? Рекрутмент ол HR жұмысының бірі. HR-ның жұмысына бірнеше нәрсесі кіреді. Ол біріншісі қағазбен жұмыс істеу, сені жұмысқа алу, увольнение, отпуск, медицинский больничный бірнеше нәрселер бар. Оған бір бөлек адам болады. Біреу рекрутингпен айналысады, ашық жұмыс орындарында іздеп алатын, интервью өткізіп таңдайтын адам. Келесі бөлек адам болатын, корпоративная культура деген нәрсеге жауап беретін. Ол ішінде тимбилдинг, мерекелерді қалай өткізесіңдер, бірге шығасыңдар ма, қалай кездесесіңдер, іште қандай культура болады, бір-бірімен ценности компании дейді. Жұмбас сайын бір жаққа шығып тұрасыңдар ма, топпен деген сияқты нәрселерді ол шешеді. Иә, қалай құттықтаймыз, келген адамды қалай құттықтаймыз деген сұрақтарға жауап береді. Және де үлкен компанияларда осының адамдар бәрі бөлек. Кейде кішкентай болса компания бір адам оның нәрсенің бәрін жасайды. Оны HR генералист деп айтады. Почти. Сол, және бір адам бөлек болады, неге айтатын, қалай адам өсіп дамитын компанияның ішінде. Курстарды сатып алады, Курсераға, Udemy'де, бірнеде сатып алады. Немесе тренерлерді шақырады, іштегі немесе разработчикларды, немесе директорларды үйрететін, қалай жұмысты өткізу, қалай тайм-менеджмент нәрселеріне, паблик спикинг нәрселеріне бәрін үйрететін, сонымен бөлек адам болу керек, айналысатын. Сонда жұмыс бәрі жақсы жасалады. Бірақ бір кішкентай компанияларда әрине бір адам бірнеше жұмысты істей береді. Жақсы, біз түсінген жақтымыз енді да, HR мен рекрутмент. Енді мен Айгүл саған мынандай тікелей сұрақ қойып едім. Сенің қазіргі жұмыстағы позицияң қандай? Вообще не жасайсың? Компания туралы айта кетсең. Жарайды. Жалпы менің орным, жұмыс орным Аквилон, айттым, иә. Мен должность техникал рекрутер деп аталады. Яғни тек IT саласындағы жұмыстарды мен өткіземін, интервьюларды. Бірақ бізде көбінесе вакансиялар тек разработчиктерге. Сондықтан басқа вакансиялар болмайды. Дизайнер деп аз болады. 100 вакансиялар болады. Аз. Көбінесе разработчик. Оған өзі де сеньорлар шығар. Middle senior. Бірақ ол туралы әрне бөлек айтамыз. Бөлек өткіземіз тағы. Дардан кейін мен Алматыдағы PrimeSource атты компанияда жұмыс істедім. Аутсорс компания, ол көбінесе банк және гос компанияларға істейтін, проект істейтін компания. Сұрақтар кейін. Сұрақтарға вещи осылай жаза беріңіздер, кейін теп жауап береміз. Өте қызық сұрақ кетті. Сразу. Содан кейін Аквилон атты компаниясын қалай таптым, мен HeadHunter арқылы кезінде Қазақстаннан басқа шетелде қандай компанияларға жұмыс істей аламын деп сұрап көрдім өз-өзімнен, сосын іздеп бастадым. Сондықтан олар мені сол жерде байқап, біз алдын ала таныстық, бірақ дәл сол нәрсе сол кездескеннен кейін жұмыс ауыстырған жоқпын. Олар тек алдын ала менімен танысып алды. Сіздің профиліңіз бізге ұнады, бірақ дәл қазір бізде жұмыс жоқ деді сізге. Сөйтіп, бірақ танысқаныңыз келеді деп. Күшті компанияда бірнеше филиалы бар. Сол менің
бірге жұмыс істейтін филиал ол ресейде, Ресей астындағы Ярославль атты қалада менің филиалым және барлық басқа жұмыстастарым. Сол. Мен көрген бойынша осы Аквилон компаниясының штаб-квартирасы Вашингтон, Америка. Басты офисі ол Бэлвью, штат Вашингтон, США-да ашылған, ақш-та. Компания өзінің проектінен басқа, ол көбінесе басқа компанияларға проект аяқтауға, жасауға көмектеседі, өзінің адамдарын жіберіп. Термин бар, бір жақсы оны түсіндіретін, бірақ көп оны жақсы білмейді, аутстаффинг деп аталады. Мысалы, аутсорс бар, аутстафф деген бар. Екеуі басқа да, аутсорс. Екеуі екі түрлі нәрсе. Жалпы негізі неден бастау керек? Компанияның бірнеше түрлері бар. Мысалы, бірінші продуктовый, продукт жасайтын өзінің продуктын жасайтын компания. Екіншісі ол аутсорс. Мысалы мен айтайық, продуктовый компания. Крыша, колеса. Давай. Екіншісі жарнама жасау екіншісі аутсорс немесе аутстафф компаниясы. Үшіншісі ол IT саласы ең маңызды бірінші емес. Мысалы, консалтинг компания, Big Four, банк, олардың ең бірінші продукты ол IT емес, басқа бір нәрсе. Бірақ оның ішінде IT саласы бір департамент, бір бөлігі ғана, да? Сол, ең біріншісі продуктовый деген олар дәл бір IT продукттың айналасында жасалған компания. Сол сен айтқандай колеса, крыша маркетта олардың нақты бір продукттары бар, өздерінікі және өз үшін істейтін. OneFit, адрес айтады, олардың бір нақты продукция, OneFit приложение, соны өздері жазады, жақсартады, сол. Choco Family, олардың барлық продукттары өздерінікі, өз үшін бәрін адамдарын алады ішке. Ал аутсорс немесе аутсорс деген нәрсе, ол сен проектті өзіңе под ключ аласың, толықтай өздерің жасап бересіңдер, топ ретінде және қайтарасыңдар. Міне дайын продукт. Олар білмейді қанша адам жасап жатыр, кім істеп жатыр. Олар айтады, мына ақшаға, мындай уақытқа мына проект жасап беріңіздер. Және бір компанияға бере салады. Қандай бізде аутсорс компания бар? Мысалы, кезінде Алманит болды, қазір ол Gmart'та аталған компаниясы, ол Жусанға арналған проекттер жасалған. Азимут Solutions, Азимут Solutions, Азимут Labs, солар тоже аутсорс компания біреуге жасалатын. Кезінде, мысалы, Codebusters компаниясы болды. Ол да көбінесе аутсорс біреуге жасап берген проект. Аутсорс пен аутстаффтың Аутстафф деген нәрсе, ол проектті өзіңе алмай, адамды сол проектке жібересің. Өзінің адамды. Мұнда олар нақты біледі. Бір Алтынбек, мұндай тәжірибесі бар, мұндай тілдерді біледі. Олар мұнда келіп, олардың тобына кіріп, олармен бірге жұмыс жасап, проект жасап, бітіріп, келіп қайтады өзіңе. Ол басқа біреудің компанияның адамы, бірақ сенің проектіңде келіп көмектеседі. Қандай кездерде аутсорс немесе аутстаффқа кіреді. Аутсорсқа өзінің ішінде адамдар болмаса, сондай специалисттер ананы білетін. Мысалы, көбінесе банкта ондай болған жоқ. Өзінің разработчиктері олар заказға беріп жүр. Ал қазір in-house разработка ашып жатыр да, и қазірде көбінесе не басқа өзіне қазір бастады, IT саласын, IT департамент ашып. Қазақстанның өзінде аутстафф компания жоқ сияқты. Аутстафф компания Prime Source өзінің студенттеріне жұмысшыларын мысалы кейбір банктарға береді, как варианты. Сонда ол мысалы Prime Source халық банкқа өз адам жіберді, оған айлық деген төлейді. Өзінің компаниясы Prime Source. Халық банк Prime Sourceқа төлейді, Prime Source как зарплата оған айлық төлейді. Ал үшіншісі ол өзінің продукты жоқ, бірақ IT бір приложение, немесе веб-сайт, осындай кішкентай нәрселерді поддержка ретінде, немесе не основной продукт ретінде істейтін. Компаниялардан кетпей тұрған кезде ше, мындай сұрақ қойыңызшы. Қазақстанда IT компаниялардан топ 10 компания айтасыз, или 5 хотя бы.
көп түрін айта аламын. Топ дегенде қандай Қандай параметрлер бойынша, каждый мысалы айлық жоғары ма или там қандай продукты мықты деген сияқты ма, қалай топ дегенде де? Топ дегенде Сен үшін топ болуы мүмкін, ол басқаға топ болмауы мүмкін. давай бүйтейік. Основной факторлар қандай вообще? Жұмысшылар ана жақта енді бізге тыңдап отырғандар олар не ғой, жұмыс істеп жатқан адамдар бар, именно оларға комфортно болатындай да. Популярный емес, просто юзер көп адам емес, компания емес, именно жұмысшыға ыңғайлы. Жаңағы Юзабилити жағынан ба? Жоқ, көп қолданылатын. комфорт неге жұмысшы ретінде, мысалы мен Типа Google, менің да? сұрағымда мен мысалы Иә. мен қай компанияға барғаным жақсы Аха. Қазақстанда, қай компания күшті? Компанияның түрі көп, ол не тек компанияның өзінен емес, адамға да байланысты. Мысалы, біреуге аутсорс компанияда жақсы, өзін сезінеді, біреуге продуктовый компанияда жақсы, біреуі престижный Big Four'да жақсы келеді, болса да, зато мынандай күшті компанияда отырмын деген сияқты. Ол адамның өзіне байланысты, бірақ осылай көбінесе адамдар қайда жұмыс істегісі келетін деген компанияны атайтын болсам, қазір банкта жақсы ситуация, жақсы ақша төлейді, және нелер көп, соцпакет дейміз. Ішінде страховкасы бар, там, не знаю, нелер бонустар бар, поквартально, там, ежегодный, түрлері бар. Садик немесе мектепке балаларға там көмектеседі, ақшасын беріп, ипотека біріне алуға кішкентай проценттері бар, өзіне көмектесетін, жеңілдететін, сондай бар. Бірақ әр компанияның плюсы мен минусы бар. Мысалы, осының минусы банктердің немесе госкомпаниялардың бюрократия. Барлық сұрақтар өте ұзақ шешіледі, оның ішінде руководствода жас жеңіл емес, баяғы кезден қалған қатты IT не екенін онша білмейтін, сондай адамдар жасаған соң, әлі ол ұрпақ өзгерген жоқ та, келесі адамдарға, жас адамдарға кіру қиын руководство жағынан. Сондықтан анда олар түсінбейді и дұрыс көңіл аударылмайды IT нелерге, департаментқа, как вспомогательный ретінде. Бірақ ол ең маңызды. Бүгінгі күнде, тем более бәрі онлайн, бәрі жазып кезде. Процессы ұзақ күтеді. Жас компаниялар, банк емес, OneTech, BTS дейді, что ол неде, госсекторда жасайды проекттерді. Бірақ олардың ақша жағынан жақсы, және состав жұмысшылары өте тәжірибесі күшті, сондай адамдар. BTS, да? Иә. Және қайсысы. Мысалы, банктардың арасынан Каспий банкты белгілеуге болады. Неге десең, ол қазір банк емес, өзін IT компания ретінде келеді, не IPO-ға шығып, и көбінесе продуктпен Қазақстанның почти бәрі адамдары қолданатын соң, көбі сол үшін барады жұмысқа. Мүмкін басқа банкқа қарағанда ақша жағынан соншалықты берген шығар, кішкене аздау болуы мүмкін, бірақ идеяның артынан барады. Сосын только фэмили компанияларды жақсы, өзінің продукттері бар. Колеса, крыша маркет оларда корпоративный культура күшті, және спикер болғысы келетін адамдарға жақсы компанияда. Ол жағынан жақсы дамыған конференция, метап осыларды өткізеді. Жаман компания, жақсы компания деп айту. Иә, жақсы немесе жаман жоқ. Адамға не керек, соған байланысты. Өзіңе жақын, үйлесетін сондай компания бар. Сондықтан ол әртүрлі өзінің жақсы, жаманы бар, бірақ қайсы саған жақын, оны өзің шешу керексің, және оны өтіп көру керек. Жұмыс жасап көріп, және сосын шешіп өзіңе қайсы жақсы екенін. Аквилон, мысалы, аутстаф компания, да, сондықтан, мысалы, кейбіреулер қорқады, ой, сендер мені штатқа емес, проектке жібересіңдер, менің жұмыстастарым кім болады сонда дейді. Бізде проекттер, қандай проектке біз адамдарды апарамыз? Microsoft, Google, Amazon проекттер, Reddit, Evernote, күшті, үлкен, бәріне танымал, екінші инженер, каждый бірінші инженер білетін шығар, сол компания туралы. Инженер емес, юзерлер не пользовательдер деп жүрген. Сондай компанияларға жұмыс жасауға апарады. Оның ең күшті мүмкіндігі сол
мысалы сол компанияларға, сол проекттерге жоп сайт, карьер сайт деген жерге кіріп өзің бере аласың негізі. Бізден Аквилоннан емес, тура өзің де кіре аласың. Бірақ оның этаптары көп та и қиындау. Аквилон ол бір жағынан бізге ол компания сенетін болған соң, біздің сөзімізге сеніп, ондай қиын жолмен өткізбейді. Біріншіден, екіншіден біз өзінің кандидаттарымызды дайындаймыз. Алгоритмический есептерді бірге шығарамыз, ағылшын тілінен қалай дұрыс жауап беру, қалай өзін таныстыру деген нәрсемен, сұрақтарға қалай жауап беру керек деген нәрсеге дайындаймыз. Сонда сіздер аласыздар Аквилонға, и дальше тағы дайындайсыздар. Значит, Аквилонға өтті деген сөз, ол ары қарай Microsoftқа уже өтті деген емес. Жоқ, біз оны тек нақты вакансияға дайындаймыз. Ол бізге ұнады, жақсы, біз оны бағаладық, деңгейі жақсы, сосын енді біз мына проект ашық, вакансия бар, соған қараймыз. Тексереміз де, не білесің, не білмейсің деп. Шынымен де, солардың тұрған есептерін, жұмысын көтере алатын болсаң, онда біз сені дайындап бастаймыз. Сосын өткіземіз. Ол ең күшті мүмкіндік, мұндай проекттерге жақындау, жалпы қолын жеткізу. Себебі осылай тура баратын болсаң, кішкене қиындау. Этаптары да көп, конкуренция да көп. И сенің проект менеджерің, басқа разработчиктерің тура командаң, сол проекттің командасы. Тап Microsoft'тың командасы, тап Reddit'тің командасы. И ол керемет тәжірибе, керемет мүмкіндік. Тіпті аутсорс болса да, бірақ бір жағынан өзіңе жаза аласың. Мен Аквилон арқылы мұндай проектті, GitHub проектісінде жұмыс істедім. Енді сұрақ, этаптары қандай? Аквилон арқылы, мысалы, Microsoft'қа, Evernote'қа или өтудің қандай жолдары бар? Әр компанияның өзінің саны да, этаптары әртүрлі. Әр проектке байланысты болсын да? Проект емес, компанияға байланысты. Кейбіреуі қаттылау, біреуі жеңілдеу. Бірақ көбінесе қандай этаптарға дайын болу керек. Ең біріншісі HR интервью. Сенмен менде бір қыз немесе олар танысады. HR ол сіз болмаймын, мен өткізетін бірінші кездесу компаниямен HR арқылы істелінеді. Ол айтып береді не компания, немен айналысады, қандай қазір проекттер бар, қай проектке сені қарастырып жатыр. Және өзінің сұрағын қояды, сен қандай жұмыс үшін, қандай тілдер жазасың, не проекттермен айналыстың, не жұмыс таңдағанда қандай критерияларың бар, қандай ақша күтесің деген сияқты нәрсе. Зарплатный ожидание, да? Келесі интервью техникалық. Сенің технология жайында, в общем, қандай тілдер қолдандың, қандай фреймворк. Осындай нәрселердің бәрін ішіне кіріп сұрап бағалайды. Қаншалықты сен білесің деген нәрсе. Әртүрлі, кейде екі адам, бірақ көбінесе бір адам болады. Эксперттер. Осы салада эксперттер болады. Сеньор, немесе техник студент адамдармен. Ішінде системный сайенс сұрақтар мүмкін, орын жақсы болса, деңгейі көптеу болса. Тілдің білу синтаксисі, жалпы қалай архитектурный нәрселер құраластырады, не қалаймен жасайды, қалай қосылады бір-бірімен, бағдарламаны вообще қалай жасалады деген нәрсе сұрақтар қою мүмкін. Және алгоритмический есептер беру мүмкін. Көбінесе шетелдегі компания қарайтын болсаңдар, осы салаға өте қатты көп көңіл аудару керек және дайындалу керек. Тілді білу және программировать ету білу аз, сен есептер шығарып білу керексің. Оған әрбір университет, сендерде компьютер сайенс оқитын болсаңдар, оған ондайды өтесіңдер, білесіңдер. Мысалы, біз Codeforces-та 100 есеп жарты жылда шығару керек болдық. Мен есімде, мен шығардым сол жердің бірінші курсында Codeforces-та 100 есебінде. Бірінші курста қалды сенде Codeforces-та? Менде ма? Қазір одан басқа хакерант бар және лид-код бар. И ішінде адамдар отырып, кәдімгі бірімен жарысып, мақтанып отырады. Мен соцсет сияқты ма ол программистерге есеп рейтинг шығару? Қанша есеп шығардың деп отырасыз, ішінде хард қанша, ішінде қанша медиум. Онда кейбір үлкен компаниялар лид-кодта отырып, бағалап отырады, кім қаншалықты шығарып отыр, және ең күштілерін жұмысқа шақырады. Сондықтан ол тағы бір ресурс жұмыста болған. Сонда
құр программировать ету аз да сонда? Шетелде осындай бір маңызды этап бар. Кішкентай компанияларға ол маңызды емес. Сен тілді білсең и дәл қазір тұрған проблеманы шеше алатын болсаң, оған жарамды. Ал үлкендеу компанияларға оларға көп кандидаттар сол бір орынға мысалы 1000 адам қарастырылады. Сондықтан оларды кішкене не істеу керек. Мен өзім байқадым, есеп көп шығарған адамдар любой технологияны меңгеріп кететінін сондай байқадым да өзім. Таныстарымнан қарап отырсам, мысалы мен көп айналысқан жоқпын. Мысалы мен меңгеруім кішкене қиынырақ та. Ал олимпиададан прям жақсы орын алып жүргендер олар тез үйретілді. Ондай сұрақ. Студент, например, да? Менің інім студент, астана IT-де қазір 2-ші курс оқып жатыр. Жұмыста жасағысы келеді, и Google-ға да барғысы келеді. Google-ға бару үшін ол жұмысты қойып, айтқандай есеп шығарумен айналысады да, өзі есемшік өзі. Есеп шығарады, сол уақыт, студент кезіндегі уақытын қалай жұмсаған дұрыс деп ойлайсың. Ол продакшнды жайлап үйреніп, приложениялар жазып, сайттар жасап, сөйтіп үйренген дұрыс па? Әлі де ол болашағын бір арман цель қойып, есеп шығарумен айналысып, сол интервьюге дайындалған дұрыс па? Өзін качать ету да? Иә. Қазір мен көрейін, біріншіден сенің айтқаныңа қосқым келеді, қосқым емес, өз ойымды айтайын деп. Қайсын сұрағым ба? Сұрақ емес, есемшіктер жалпы программистерге қарағанда күшті деп айттым, примерно сондай. Сәл жоғарырақ па сонда? Мен сөйтіп ойладым. Ол міндетті емес. Сіздер есептер шығара алмайтын болсаңдар, сіздер жаман программистер боласың деген сөз емес. Бірақ ең элементарный заттарды, қандай программаларын қанша вес алады, қалай тез жұмыс істейді, big annotation нәрселерді, ондайды білетін болсаңдар, ол өте жақсы болады сендер үшін. Ол фундаментальный нәрселер, оны есеп шығармасаң да осы жағынан білу керексіңдер. И кейбір мысалы есемшіктер, олар тек есеп шығаруға милары үйреніп кеткенде, кейде программирование ішінде онда қиын әрі қызық есептер болмауы мүмкін. Тек верстка деген нәрсе деген сияқты. Оның ішінде логиканы көп қоспайсыңдар, тек жатталған нәрсені бірақ істей бересің. Сондықтан оларға қызық емес болуы мүмкін. Немесе кейбір есемшіктер clean code деген нәрсесі кішкене отырып қалған, себебі олар көп ойламайды қалай жазып отқандарын, синтезге жағынан тек есепті шығару және соңында жасап тұру керек деген сияқты дегенді ойлайды да, бірақ қалай әдемі жазылған, ішінде комментарий бар ма, одан кейін бір оқығанда түсіне ме сол строчканы деген нәрсені ойламағалы мүмкін. Сондықтан ондай программистер әрине қатты саналады. Ондай жұмыс жақсы емес деп саналады, себебі одан кейін поддерживаемый код болу керек. Потому что ол адам кетті, орнына келген адам түсінетіндей, да? Бірақ сенің сұрағыңа келетін болсақ, қайсы маңыздырақ? Ол адамның мақсатына байланысты деп ойлаймын. Мысалы, саған міндетті түрде осы Google-ға 3 курстан кейін түсу керекпін, осыдан бастау керекпін десең, онда мүмкін сен қазіргі жұмысыңды тастап, тек интервьюға дайындалу керекпін деп шешу мүмкінсің. Себебі ол көп уақыт алады, оған көп нәрсе оқу керексің, сен есеп шығару керексің, ағылшын тілді ұмытпау керексің. Есептен бөлек тағы интервьюға дайындалу. Кейбір адамдар жұмысын тастап, үлкен деңгей болса да, 25-29 жасында болса да, үлкен компанияға түсетін арманым деп өзін дайындайды да, кішкене финансовый енді. 3 ай жұмыссыз тұра аламын ба деп ойланады. Әрине. Содан кейін олар тек көңілін бар уақытын соған аударып дайындалады. Мысалы, жұмысқа шығып кетеді. Ондай адамдар да бар. Иә, жарты мысалы кетіп қалуы мүмкін, тек сонымен айналуға дайындалуға. Себебі ол шынымен дұрыс дайындалатын болса, түсетін болса, сондай жұмысқа, жұмыс орынға табып болса, Google немесе Facebook'қа, оның төлейтін ақшасы бірталай көп, оның қазіргі деңгейіне қарағанда. Ол бәрі ақтарылады. Бірнеше нәрсе, 10 есе, 20 есе. Сондықтан сондай болуы мүмкін.
Айгүл ақша не самое главное деген ол қалай? Экономистке қажетті емес сөз ба қалай? Негізі қазір ұсыным емес, сұраныс өте сұраным дей ма? Сұраныс өте жоғары, да? Өте жоғары, IT специалистерге, разработчикке өте жоғары. Сондықтан негізі дұрыс айтады. Қазір қай компания болмасын, тек алақандарында аялап ұстайды да. Бүгін бір сағаттың ішінде немесе жарты күннің ішінде жаңа жұмыс табу оңай сіздерге қазір. Мысалы LinkedIn-де қарап отырсаң, 2 жылдан бастап тәжірибең болса, саған уже рекрутер өздері жазып бастайды. 1,5-2 жылдан бастап өздері жазып бастайды. Соны сен уже таңдап бастайсың, уже қатты қиналмайсың жұмыс табуға. Бірақ ол адамды қатты бүлдіреді деп ойлаймын. Себебі сен өзіңнің басқа принциптеріңді ұмытасың. Сенің мақсатыңды ұмытасың, қандай басты болған, качество туралы ұмытасың. Саған тек количество керек болады да, соны үлкендеу ақшаның артынан жүгіре бересің. Ал ол шексіз. Сен қанша сұрамасаң да, бір компания болсын, табу мүмкін, соны саған бере алатын. Бірақ сен бұрынғы кажется жатқан компанияңды толықтай ашылмайсың, үлгермейсің пайдаңды тастап қалдыруға. Ал компанияда 3 ай сайын ауыстырып тұрсаң, сен көп үлес қосып үлгермейсің. Ол осы кешіріс сөздің аузында компания ауыстыра беру болса, программистке или сол адамға ценность бере ма бір? Рекрутер ретінде резюмесі қарап отырсыз да, өзі универ бітірген 3 жыл болған, бірақ резюмесі 2 бет. Себебі ол ана жақта 3 ай, мына жақта 3 ай, мында 6 ай, мында 3 ай сөйтіп жасағанда бөліп. Ол компания ауыстырғанның себебіне байланысты. Мен мысалы тырысам объективно қарауға және адаммен танысып шынайы себептерін білуге. Ол еркелеп, анау ұнамады, мынау дұрыс қарамады, мынау маған байқалады деп ренжіп кетіп қалған болса, бала болса, ол әрине дұрыс емес. Мысалы ол 10 жерде жұмыс жасаса, каждый 10 компанияның себебін біліп отырасыз ба? Енді ол кішкене біртүрлі, сен бір орында 3 айдан көп отыра алмағансың. Ол кішкене біртүрлі. Проблема өзінде. Енді оны қарау керек. Мысалы, мүмкін адам өзі мінезі осындай ауыр шығар, ол бізге келсе, тоже 1-2 ай жұмыс істейтін шығар. Ал ол неге бизнесқа не бүгін? Әр 3-2 айын сайын қайтадан адамды іздей беру. Оған қанша ресурс кетеді. Бірақ IT-да қазір ұзақ компанияда отырып қалу да жақсы емес. Себебі мүмкін компания қалып қояды, технологиялардан зона комфортта кіріп қалады. Соншалықты тез дамымайды, қалай сен өсесің. Сондықтан сен кішкене қалып қоюы мүмкінсің, компанияның инерциямен жасай беріп, соған үйреніп кеттік, мында бәрі жақсы, ақшам бар, тамағым бар деп отырып кішкене мен оны айтамын, ржавеешь деп отырып қаласың. Сондықтан сен қатты тырыспайсың жаңа нәрсені үйрену, сен жұмысың жалпы жасап жатсың. Саған бәрі сенеді, соны отыра бересің, білген нәрсеңмен өспейсің. Сондықтан мен мысалы ойлайтыным 3-4 жыл бір компанияның ішінде сен и үлес қосып үлгересің, и өсесің уже ішінде бірнеше деңгейге да мысалға, и как минимум өтіп өтесің. Қалай? Жоқ, 1 жыл көрсең, қалай полностью қалай жерде бірнеше циклды көресің, бір проекттің бастап аяқталғанын көру тырысу керек. Және жапқаннан кейін еще поддержка бар, багфиксинг бар, сондай нәрсе. Полностью осы жизнь циклды көрген болсаң, оның уже жақсы жұмыс SDLC. Software Development Life Cycle. Бізде Америка шетелде оқыған. Енді керемет, жалпы сұрақтар ұнады, Айгүл сіздің жауаптар ұнап отыр да негізі. Енді мынандай сұрақ, оның бәрі программисттер да? Программист емес адамдар бар ба? Бар. Бизнес аналитиктер бар, дизайнерлер бар, project менеджерлер бар да, продакт менеджерлер бар да, олардың жағдайлары қалай екен?
IT саласында бәрінде бәрі жақсы. Бірақ оларда мына программист сияқты ондай сұраныс көп емес па әлде қалай? Әрине, он топтың ішінде 10 программистке 10 дизайнер немесе 10 PM керек емес, аналитик. Бір ғана адам керек болады. Сондықтан мүмкін 10 есе азырақ онға біреу деген сияқты. Қызық. Шынымен де ғой, бір команда разработки болса, ода жеті программист болады, бір дизайнер, бір PM, бір бизнес. Бірақ менің түсінгенім, қай сала болмасын, мықты специалисттер, мықты мамандар керек. Қанша жерден ол UX UI болсын, мен бұрын андай ой болды да, программист болу керек еді, олар жыртып жатыр, олар мысалы ақшалар да көп, айлықтар да көп. Бірақ оны мен көп қаламаймын да. Себебі мен ол келмейді да, код жазып отыру, есептер шығару мен натурама келмейді да. Сосын біраз адамдармен кездестім, сөйлестім, түсінгенім, басқа IT емес саласында жүрген адамдарда жақсы айлық табады екен, оказывается. Менің ойымда бұрын ақшаның бәрі мұнай газда, Алматыға келгеннен бері ақшаның бәрі IT-да деп ойлап жүрдім. Оказывается, ол строительствода да, егер ол мықты маман болса, ол жақсы ақша табуы мүмкін. Басқа саладан да жақсы көтеріліп, мықты специалист болып, ол жақсы ақша табуы мүмкін. Сол себепте әр саланың, әр мамандықтың, әр жұмыстың өз бір берекесі болады. Толықтай келісемін, ол тек IT-ға байланысты емес, жалпы әртүрлі жұмысқа байланысты. Сен соның ішінде жақсы істейтін болсаң, беріліп, оқып, дұрыстап істейтін болсаң, ол өз табысын болады, жақсы болады. Енді мынандай сұрақта, мен кейбір адамдарды білемін, мамандығым IT дейді да, бірақ басқа жерде жұмыс жасайды. Адамдар қазіргі заманда басқа саланың, басқа мамандық адамдар IT-ға бұрылып жатса, бірақ кейбір адамдар бар, IT-ді бітіріп алып, басқа салаға, басқа мамандыққа кетеді. Ол қалай өзі, не айтады осы жайында? Мен Қыздар істемейді. Жоқ, менде негізі кішкене предиатор. IT-ді жақсы көремін да, себебі мен осы айналадан, осы салада оқыдым. Олар түсінбеймін дейсің. Бірақ жоқ, ол әрі адамның өзінің еркіні, кім нені, оған жанына не жақсы, не жақын, ол қай бақытты, қай салада не істегенде өзін сезеді, сол ең маңызды. Ал обществоның айтатын нәрсесі, ата-ананың үйретуі, ол қалай соңғы шешім болмауы керек. Ең бастысы сенің бақытың өзің. Сен не істегенде өзіңді бақытты сезінесің, соған тырысу керексің. Сол салада өзіңді жақсартып, біріне оқып, үйреніп, специалист болып, квалификацияңды бір деңгей, жақсы деңгейге жеткізіп, жұмыс жасай берсең, бәрі жол жалын ашық болады. Сондықтан сен торт сатып сонымен заниматься еткің келсе, бұл өзіңнің еркінің, немесе нейлмастер болу немесе шашпен айналысу немесе өз сенің еркінің, тек жұмысыңды жақсы істесең, бәрі жақсы болады. Сондықтан ешкімді ұрсып, әйтеуір қалай жасын деп, жарымын деп жүрме, ол өзінің еркінің, ол солай өзін бақытты сезін. Айгүл бізде торт түсіретін IT-рекрутер, Айгүл өкпе что-то тыныштап қалды. Арасында подписывайся на мой канал. Айгүл, мынандай сұрақ. IT саласында бірнеше сала бар да. IT дегенде біз бұрын тек программист деп білетін едік. Қазір оның ішінде веб, мобилки деп бөлеміз. Мобилкінің өзін iOS, Android деп бөлеміз. Вебтің өзін баз данных бар, бэкэнд бар, фронтенд деп бөлеміз. Фронттың өзі Angular, арнайы технологиясы бойынша бөлінеді да. Одан бөлек қазір уже Қазақстанда енді популярны тек Қазақстанда емес, шетел әлемде artificial intelligence, ML, big data дейтіндер бар да, data science-тар бар. Ол студент, универде оқып жүрген студент өзін қай салаға барғысы келеді, соны қайдан білуге болады, қалай ол жұмыс жасап көрмеді, ол тек теория оқыды, и то жаңа бәрін оқымаған да шығар мүмкін. Сол қалай табуға болады өзін? Оның бірнеше жолы бар.
соның түрлері жақсы болды айтқаның, себебі IT тек веб-программирование емес, немесе мобильный, оның ішінде басқа түрлері, мысалы дәрігер дегенде ішінде қанша стоматолог бар, терапевт, психолог, түрлері бар. Сонда IT-да тоже веб, мобильный программирование, AI, EML, ішінде геймдев бар, және там constructional engineering түрлері бар. Иә, сондықтан ол неге жақсы, өзіңді, мысалы жалпы осы түстің, иә, компьютер сайенсқа енді білмейсің нақты қайсыны таңдауға. Неде университетте бірінші мүмкіндік ол бірнеше сабақтар арқылы соны істеп көру. Бізде и мобильный разработка болды, и веб болды. Кейбір университеттерде сабақты өзің таңдай алатын мүмкіндіктер бар да, мысалы КБТУ-да бізде солай еді да, элективный сабақтар бар. Кейбір мысалы казгу, политехтерде ондай мен естімедім. Қандай сабақ береді, соларды оқитын мысалы да. Оларға қайтуге болады мысалы. Мына КБТУ-да әйтеуір сабақ таңдау арқылы, практика жасап, проекттер жасау арқылы көруге болады да. Маған ұнайды екен, осымен ары қарай қозғалады деген сияқты. Басқаларына қалай? КБТУ-да Москва университеті бар ма не? Жарайды, басқа университетте қалай қазір айтамын? Иә, біріншісі университеттің ішінде істеп көру, иә, проекттер арқылы. Екіншісі, мысалы кейбір программисттер бір салада тәжірибе алып, мысалы бір-екі жыл жұмыс істеп өзгертеді направлениесін, там Android мобильный разработкадан бэкэндке немесе фронтендке кетеді. Себебі ол оған қызықтырақ. Сондықтан көп компаниялар негізі ондай мүмкіндік береді. Компанияның ішінде өзінің ауыстыру. Немесе өзіңнің жұмыстан бос уақытында сен өзің проекттер жасап көруге болады. Естідің ба мұны? React деген нәрсе, или Flutter деген нәрсе бар. Барып, жұмыс біткеннен кейін, немесе демалыс күндері отырып, өзіңе кішкентай мини проект жасап көрді, и қара қаншалықты саған тіл жеңіл, әдемі көрінеді, тез жасайды деген сияқты нәрсе. Ұнаса, болды келесі проекттерде сол тілде істеп көр. Көп заказдар бар, кішкентай болсын, үлкен болсын. Өзің үшін проект жаса, досың үшін проект жасап көр, сол тілде сөйтіп тәжірибеңді жинап, келесі компанияға мен осындай проект жасадым, қараңыз, мен үйрендім Flutter'ды, осылай жақсы білемін, сендерде Flutter разработчик ретінде жасағым келеді. Сөйтіп істеу болады. Там оқушы ең, онлайн курстар алуға болады. Онлайн курстар. Мысалы біздің курс дейсің. Прогресс Академия. Керемет, рахмет. Тағы не айта аласыз? Көп оқу керек, және өзіңнен үлкен адамдардан сұрап, қорықпай, күмәнданбай, ұялмай барып ашық сұрау керек. Мен білмеймін, немесе мен қиналып жатырмын, немесе көп нәрсе оқыдым, себебі кейде информация көп болып кетеді, сен соның ішінде шатасып, кіріп, не бар, басым айналып кетеді. Сондықтан кішкене миыңа демалыс беріп, ақылды адамдарға барып, содан ақты сұрап, деген сияқты мұғалімдер барып сұрауың болады. Немесе бейтаныс адамдар кейде барып, маған жазап, ақылың керек, сен осы салада жасайды екенсің, маған консультация өткізіңізші деп. Мен мысалы қазір өз жұмысымнан басқа рекрутингтен консультация беремін, карьераны қалай құру болады, немесе ауыстырғым келеді деп. Мысалы келеді 40 жастан, 20 жастан, 30 жастан адамдар 10 жыл бойы нефтяник болып жасадым дейді. Енді IT күшті сияқты соны барғым келеді дейді. Сондықтан жолын айтып беремін, қалай істеу болады. Сосын айырмашылығын айтып беремін да, мысалы фронтенд для тех, кімге дәл қазір өзгерістерді көріп отырғысы келеді, немесе кім визуал, эстет, әдемі нәрселерді көргісі келеді. Біреулерге логика жағы қызықтырақ. Математика, солар бар, data science, бэкэнд солар кетеді. Соны оқып, өз-өзіңде қарайсың, қайсысы жақынырақ, сөйтіп таңдайсың. Солай. Сөйтіп оқып, жай ғана айырмашылығын біліп, түсініп, сөйтіп таңдауға болады. Міндетті емес курс алып. Мынандай сұрақ та. Сенің компанияң бар. Сенде мықты разработчиктер бар. Олар айтады да, мені басқа компания шақырып жатыр. Мен кетемін. Жұмыс берушінің қандай іс-әрекеттері бар? Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс? Жоқ кетпейсің дей ма, әлде договор бар, трудовой договор бар да, соны бұзғысы келмейді, немесе қалай ұстап қалады, айлығын көтере ма, қалай мысалы?
жалпы қалай и акилондағы сіздерде кетемін деген адамдар болды ма, болған шығар мысалы? Ол әр компанияда болады, тіпті күшті керемет Google'дан, Facebook'тан өзінің адамдары бірнеше жыл жұмыс істеп кете салады. Сондықтан дәл тіпті тол сондай компанияда кететін адам болса, оны әрине кішкентай компанияда кететін адамдар болады. Ол не істейміз? Әрине бұл өкінішті, әсіресе оның пайдасы көп болған болса, проекттерді жақсы білетін, басқа адамдарды үйретіп жатқан, бірнеше проектті өткізіп жатқан адам болса, так кішкене өкінішті болады. Сен мысалы адамдай жай келісесің, сен проекттерді бітір, жауып тастайық, содан кейін барып жібересің. Немесе өзіңнің артынан адамды қалдырып кет, біреуге өсір, үйрет, өзің жасатқан нәрсеңе, сосын барып таза чистой совестью, да? Иә. Жұмыс шам деген кезде бір ай беріледі. еңбек кодексі, республиканың Қазақстан Республикасының еңбек кодексі несінде жазылған бір ай жұмыс жасап кету керексің. Отработки. Айтқаннан кейін, заявление жазғаннан кейін бір ай жасау керексің. Бірақ кейбір кездерде кейбір компания алдын ала договорда 2 айда жазып қояды. Мысалы, білемін халық банкта немесе тағы бір банкта 2 ай жасау керек болды, прям тура келеді, тағы жасаған. Кейбіреулер келісіп, жаңағына келесі аптадан кейін баруына болады деп ұстамайтын компания бар. Бірақ бір айды өткізбей, бір аптадан кейін қысқартуға болады, да? Ол компанияға байланысты және сенің қарым-қатынастың жұмысшымен руководствомен қарым-қатынастың байланысты. Жалпы не істейтін, басқа проекттер беруге тырысады. Себепке байланысты. Мысалы, ол шаршап, оған қызық емес болып кетсе, ол білетін нәрсе істеп жатқан болса, оған тырысады, кішкене қиындау, басқа бір. Оның қалған нәрсесін жасатуға компанияның ішінде, ондай мүмкіндік болса. Кейде ақшасын көбейтеді қалсын деп, себебі басқа компания оған соншалықты беріп жатыр десе, онда соған бізде сонша саған бере аламыз деп ниет қарастыру мүмкін. Тек нәрсе ақшада болса, сұрақ ақшада болса. Көбінесе сол немесе қандай? Басқа проектпен қызықтырады или айлық өтеді? Көбінесе солай. Түсінікті. Тағы мынандай бір сұрақта, біз жаңа в основном сеньорлар туралы айтып кеттік, да? Жаңа оқу бітірген жас студент, как стажер ретінде немесе джун болып 70 мыңға бір компания кіреді. Және оны басқа компания, тіпті басқа саладан, басқа мамандыққа шақырады. Бізге менеджер по продажам керек. Айлығы 200 мың, плюс бонус бар. Қайткен дұрыс? Қалай ойлайсың? Сенің рекрутер көзіңмен ол стажер көбірек ақшаға сол уақытта кете берген дұрыс па, әлде IT-да пока жүре берген дұрыс па? Аз ақша болса да. Мен әрине ақшаның артынан жүгірме деп айтар едім. Бірақ өзің шеш, өзіңнің неге байланысты, қалған нәрсеңе байланысты. Мысалы, сен шынымен сейлс менеджер, маркетолог, басқа біреу болғың келсең, әрине кім сені ұстайды, бар мәселелер оған не болса, таланты. Бірақ ол білмейді, Айгүл қара. Ол түсінеді, IT саласы болашағы бар, үлкен, тын сияқты. Бірақ сол моментте оған ақша да керек, семьясы керек, үйіне көмектесу керек. Жағынан ақшасы көбірек. Сөйтіп ойы сондай бір ойда жүрген адамдарға қандай кеңес берер еді? Өзің жасап жатқан еңбегің соншалықты тұратындай алып жаса. Мен маған келісетін шығарсың, IT-да жалпы зарплата өсіру, өзінің карьерный рост дейді ғой, соны жасау негізі оңайырақ және жылдам. Оңайыраққа келістік, оңайырақ болуы мүмкін, бірақ жылдам. Мысалы, көтерілу, өсу, 3 жылда сеньор болуға сондай нәрсе бар ғой. Қазақстанда қазір мысалы Қазақстанда сеньор болуға шетелге енді кішкене не болып қалатын шығарсың, бірақ сондай бар да, сондықтан соған аз шыдайсыз жетеді. Соны керісетін шығарсың. Шыдаммен жиналып, мақсат қойып, переждать, еңбек етіп, оқып, көтерілудің жолдарын қарастырған дұрысырақ да. Окей. Енді және де бір қосып кетейін, мысалы шетел компанияларында олар сенің тек білімің ғана емес, жұмыс жасаған дәл осы салада тәжірибеңе уақытына қарайды.
Мысалы қаншалықты сен ақылды жұмысыңда бірнеше нәрсе жасап проектті жауып болсаң да, бірақ сенің зрелость дегенді олар уақыт күйінде белгілейді. Себебі сен проектті көбірек болса, көбірек көзқарасың үлкендеу кішкене, сен кішкентай бала емессің, сен бірнеше компанияларды бірімен салыстырып енді білесің қалай жасау керек екен, қалай жасау дұрыс ес екен. Сондықтан олар кішкене өмірді көрген, проекттердің түрісін көрген адамдарды көбінесе бағалайды. Сол үшін тағы бір себеп осылай секіріп жүрмеу, бір ғана бір жерде тұрақталып, хотя бір-екі жылда жасап. Еще мынандай сұрақ, жаңа жылда айтып отыр да, 3 жылда Қазақстанда сеньор болуға мүмкін дейсің да. Бірақ мынандай жағдай мүмкін ба? Қазақстанда тез өсуге болады, оны білеміз да, IT-да тем более тез өсуге болады. Бірақ сол адам особо өзін қатты дамытпай, сол қалай келе жатыр, солай жүріп, главное 3 жыл өтсін, мен 3 жыл шыдасам, сеньор боламын. Или шыдап тастайын, 2 жылдан кейін мен мидл боламын деп бір орында жүре берсе ол мүмкін ба? Ол уақытқа қарап айта ала ма? 2 жыл жасап, мына мидл болуға тұрады. 3 жыл жасап, 5 жыл жасап, сеньор болатын адам. Или қалай болғанда да уақыт плюс біліміне қарай ма? Әрине ол аз. Уақыт ол көрсеткіш емес. Мысалы, үлкен кісілер кейбір бар, ақылы қосылмаған, бірақ жастары үлкен болса да, и наоборот, жастар ақылдары үлкен кісі сияқты, өмірді көрген сияқты. Сондықтан ол адамға байланысты, кейбіреулер тез үйренеді нәрселерге, кейбіреулер көбірек уақыт керек оларға бір нәрсеге үйренуге. Бірақ әр программист өз орнын табады. Мысалы, кейбір компанияларға выгодно и жақсы сенің тез өспегенің, ұзақтырақ осы бір орында отырғаның. Ондай да болады. Сондықтан көп адамдар 10 жылдай отырғандар, оларға компанияға да выгодно, что ол сол орынды жауып отырған өзіне. Бәрі плюс. И адам өзі де комфорттабыл. Сондықтан негізі адамға байланысты өзінің соған үйлескен компаниясы және орны табылады. Вот енді адам как найти свою компанию? Қалай табуға болады? Ол сол үшін табу үшін ол барып жұмыс жасап көру керек дұрыс па? Біріншіден алдын ала сұрап көру болады. Сол компанияда жасап жатқан адамдардан тура сұрау керексің. Қалай ішінде адамдар, көңіл күйлерің қалай, қаншалықты жиі кездесесіңдер, түнде жұмыстар бар ма, овертаймдар бар ма деген сияқты. Овертайм болған. Мысалы, менің бұрынғы жасаған компанияларымда адамдар келіп соған кірейін деп жатқан адамдар айтады, мен көрдім сен дарда жасап сен деп, ол туралы айтып бере аласың ба деп. Мен айтып беремін, қандай мен болды қалай жасап жатқаным. Қазір кішкене басқаша болуы мүмкін, бірақ көбінесе примерно сондай болады. Сөйтіп алдын ала біліп аласың, оқып сосын плюс минустарын қарайсың, өздеріне жазып алып, мынау жақсы екен, мынау жаман екен. Соның ішінен қайсысы саған пайдасы көп, соған қарай таңдайсың. Екіншіден, кішкене кей кезде жұмыс жасап өзіңнен өткізіп қарап тексеріп түсінесің. Ол менікі, мынау менікі емес деп. Мен мысалы қанша жұмыстар жасадым, кейбір кездерде қиын болды, кейбір кездерде күшті болды, бірақ әр менің табылған жұмысым, тәжірибем бәрі күшті, и олар мені бүгінгі маған әкелді. Сондықтан мен әр өткен жаман болсын, жақсы болсын, практикум бәрі дұрыс. Солай болу керек болды. Керемет, рахмет. Менде мынандай сұрақ. Мынандай сен сұрағың? Қазір біз тыңдап отырған көбіне студенттер сияқты, қазіргі студенттерге қандай мүмкіндіктер бар, қандай стажировкалар бар? Оларды айта кетсең. Алдына дарда жасадым, дарда стажировка бар дедім да. Қай жерлерге подаваться етуге болады? Негізі мүмкіндіктер қазір жақсы көп. И үлкен сұранысқа байланысты кейбір компаниялар ақшамен сені ұстай бере алмайды. Ұзақ себебі сенен жоғарырақ төлей алатын компания әрдайым табылады. Сондықтан көп компания өзінің ішінен өсіру дегенге бастады. Стажировка арқылы, практика, жуниор позицияларға ашып сөйтіп бастады. И көп банктер сөйтіп Қазақстанда и кішкентай IT компаниялар. Мысалы, қайда жұмысты бастау және табу деген сұрақтар маған келетін болса, менің тәжірибем жоқ, не істеуге болады десем, стажировкалар, мысалы, дар, тех,
Каспий, Альфбанк, Осының бәрінде өз жаңа стажировкалар бар да? ЖК Фамилияда олардың бәрінің стажировкалары бар осы компанияларда. Олар типа сентябрьден қабылдайды деген сияқты бір уақыттар бар ма, или ол жыл бойына қабылдай бере ма, әр кезде әртүрлі ма? Бәрі жерде әртүрлі, оны уақыт істеп көру керек, іздеп көру керек. Мысалы көп нелер бар, ресурстар бәрі жиналған, примерно статистика қашан өткізеді, қашан ашылады. Бірақ оның бәрін қарап отыру керек. Немесе инстаграмнан тауып, немесе официальный сайттарға кіріп, оны сұрап қарап отыру керек. Және екіншісі ол кішкентай компания, мысалы Критко, Тинкертех, Спринтпорт, Айзбен бірақ кішкене үлкендеу енді. Бірақ тоже мүмкіндік бар, онда карьераны бастауға, жұмысты бастауға. Junior қабылдайды. Тағы да компаниялар. Оны іздеп көру керек, көп іздеп тырысып көру керек, көбінесе сол 100 есікті соғып, мүмкін 101-ші ашылар деген сияқты. Сондықтан көп не компанияға ашық вакансиясы жоқ болса да, стажировка болмаса да, бірақ сіздерге ұнап тұрса, жазып рекрутерға немесе CV жинайтын почталар болады, пошталарын соған жазып, немесе бір руководительдерге мен сізде жұмыстағым келеді, компания сондай күшті деп жазуларына мүмкіндік әрдайым бар. Қорықпаңыздар, ұялмаңыздар, жазыңыздар, тырысыңыздар. Ең бастысы соны ұмытпаңыздар. Мысалы олар қазір де оларда сізге жұмыс болмаса, бірақ олар сіздерді жауап береді. Кейін может алады, басқа проекттер может ашылады. Иә. Келесі кезде жұмыс ашық болған кезде сіздер есіңізге түсіріп, сізге соғат айтады, сіз бізде жұмыс жасағыңыз келді, қазір мүмкіндік бар деген сияқты. Сіз Акбилонға примерно сөйтіп келген. Басында танысса сөйлесіп қойдық, кейін бар. Иә. Жұмыс ауыстырамын деген кезде олар айтты, иә, біз қазір сені аламыз деп. Осы сен америкалық компанияда жұмыс істейсің ғой. Қазақстандық компаниялардың деңгейімен шетелдік компаниялар салыстыруға келе ма? Салыстырсақ қалай ол? Қашан біз жетеміз оларға дейсің? Или тағы бір соны Ненің ішінде жету, немен жету? білім жағынан. Білім дегенде Опыт жағынан. Опыт жағынан, мысалы мен Қазақстанда бір мықты компанияда жұмыс істеп, опыт алсам, тәжірибе алсам, шетелге барып тура сондай опыт тәжірибе алып басқа алғанда. Жақтан андай сұрақ туады бұл жерде. Шетелге ұмтылу керек па, әлде Қазақстанда жүріп нормально разработчик болған жоға? Ол адамдардың мақсатына байланысты. Кейбіреулерге ол міндетті, мысалы КГТУшниктерді и Назарбаев университетінің студенттерін сөйтіп үйретеді. Что сендер уже высшее общество, и сендер Гуглға, Фейсбукқа тырысу керексіңдер, и осы университетті бітіріп турасында бару керексіңдер деген оймен кейде кейбіреулер өседі. Бірақ ол міндетті емес. Мысалы сен ата-анаң қасында болу керексің, немесе өзіңе жалпы Алматыда, Астанада жасау комфортно. Саған басқа андай Твиттердің, ТикТоктың қажеті жоқ. Сондықтан міндетті емес басқа жаққа тырысу. Сен мында өзіңді бақытты болып сезінсең, и сен қалай айтсам, өзің үлес қосып, айналаңды жақсартуға, жалпы осы Қазақстанның деңгейін, разработчиктердің деңгейін өсіруге, келесі ұрпақтарға көмектесіп, солай көмектесуге дайын болсаң, және өзіңе сол ұнаса, жақын болса сол мақсаттар, сол ойлар, істе, ешкім саған жол ашық, мүмкіндіктер көп. Қалай Қазақстанда, шетелде дәл солай. Мысалы, кейбіреулер шетелде жұмыс жасап, тәжірибесін алып, қызығын көріп, қиынын көріп, қайтадан келеді де, сол барлық білген білімін осында таратады. Стартап жасау мүмкін. Олай даже дұрыс, олай да болуы мүмкін. Әрқайсының адамның өзінің несі бар. Как польза, цель, пайдасы. Сондықтан ол өте адамға байланысты. Кейбіреулерге мүмкін ол тек кетсе бақытты болатын шығар. Енді өзінің оның жолы, жарайды, сен солай шештің, солай бақытты бол. Сондықтан ешкімді шақырмаймын да, тоқтатпаймын да. Бірақ деңгей туралы сөйлейтін болсақ, біздің кейбір проекттер жасайтын адамдар өте жақсы деңгейлі. Мысалы, местный сеньор
бізде кейде дәл солай сеньор ретінде жақсы саналады басқа біздің американ проекттерде. Ал кейбір кезде болды кейс, бір сеньор iOS разработчик болды бізде банкта бір кейбір. Біз оны Reddit проекттен қарадық, junior ретінде саналды. Ол сеньор ол? Иә. Қазақстанда junior бізге ой сеньор болып, бізде junior ретінде болып не істеді. Хотя 7 жыл несі бар, тәжірибесі. Иә. И ол адамның өзіне де байланысты, оның біліміне және қалай үлес қосып шынымен дұрыс жұмыс істеді. Мысалы, кейбір Қазақстанда біле бермейді қатты дұрыс қалай дұрыстап бағалау керек екенін. Иә, сондықтан нацизм да деп өзің қатты білмейсің де, сондықтан мүмкін ол жақсы білетін шығар, маған қарағанда әйтеуір жақсы біледі деп ала саласың үлкен позицияға. И мысалы жақсы специалисттер шетелге кетіп жатқан соң қалған адамдардың айналасынан іздейсің. Сондықтан олай жақсы енді талама келмейді, түсінбейді дефекті. Сен келдің, жақсы сәтсің, сен темлит бола саласың ба деп жай тесікті жаба саласың осы адаммен, бар адаммен. Сондықтан ол искусственно өсе салады да оның ішінде. Бірақ ол шынымен ішкі деңгейі өскен жоқ, келесі деңгейі. Просто тек позициясы аты ғана өзгерді. Тура келді сондай жұмысты атқаруға. 3 жылда болып кетті. Иә, позициясы аты өзгерді, плюс артына нөлдер қосылды. Иә, менің жұмысының атымен артында жүгірме және ақшаның артында жүгірме ең бастысы качествосы. Качествосы күшті болса, әрдайым табылады, компания сені дұрыс бағалайды, саған сол тұратын ақшаңды беретін. Ертелі кеш табылады. Иә, табылады. Жақсы, керемет, әдемі сайттар болды. Қаржыда сұрақтарың бар ма? Менде жоқ болса, мен енді біздің тыңдарман көрермендеріміздің сұрақтарын қойғым келеді. Ол сұрақты қоймас бұрын. Quick question, Айгүл. Junior, middle, senior. Примерно разработчиктердің айлықтары. Айлықтары? Иә. Қазақстанда ма, шетелде? Қазақстанда. Ой, менде соншама не бар, информация. Негізі бәрін Средний. Қазақстанда. Ал junior қайсы? Уже бір жылдай жасап жатқан адам ба? Әлде доль ешқай жерде жасамайды, тек университетте. Рейндж, давай, диапазон. Жаңа бітіргенімен бір жыл жасаған. Бір жыл жасаған. Средний. 100 мыңнан бастап жарайды. Негізі компанияға байланысты. Қазіргі уақытта тым жұмыс жасап көрмей 100 мыңнан бастауға болады. Бірақ кейбір компания 50 төлейді. Кейбірлер мәлі саған төлеуге дайын емеспін, себебі білмеймін, сен шынымен пайдалы бар ма жоқ па деп айта алады. Иә, оның да өз орны бар. Бірақ примерно junior 0 опытпен және 1,5 жылдай, соның ішінде мүмкін junior болар. 100-ден 500-ге дейін табалады. Junior 100-ден 500-ге дейін? Хотя бы 400-ге дейін табалады. 100-400. 0-1,5 жыл junior. Окей, әдемі. Senior, middle. Middle, негізі ол сендер тек не істемеңдер, оқып алыңдар, уақытқа байланысты емес. Себебі 10 жыл жасап junior болып қалай беруі мүмкін. Сондықтан біз примерно айтып жатырмыз да, ол качествосын біз еще бағалаған жоқпыз. Ертең интервьюға барып, алдын Айгүл айтқан деп жүрмейді. Примерно. Алдын Айгүл айтқан. Көбінесе middle деп кімдер санаған. 2 жылдан 2-4 жыл жасаған адамдар. Олар 500-ден қазір негізі 800-900-ға дейін алады. Это middle. Кейбір адамдар бар, талантты, олар 3 жылдың ішінде миллион сұрай алады. 3 жылдан кейін. И табылады ондай компания оған төлейтін, шынымен де ол ақшасы тұратын болса, немесе жақсы білетін болса өз жұмысын. Сеньор болып 3 жылдан ол мүмкін. Кәдімгі ол прям талантты, жақсы оқыған, шынымен жұмысын жақсы істей алатын адам болу керек. И выше, иә. И оның айлығы? Оның айлығы миллион, қазір миллионнан басталады. Миллион 200, 5-7 жыл жасап жатқан адамды алады. Кейбір компаниялар бар, олар 1,5-мен 2 миллион төлейтін. Особенно сен техлит ретінде тағы жасасаң, то есть не только разработчик, менеджмент жағынан да болсаң,
сонша тойлап Арзалтайға бір сұрақ қойып еді, сен миллионерсің ба Арзалтай? Ол келесі видеода көреміз. ал шетелде мүмкіндіктер шексіз. Мен мысалы қандай тек неді зарплата көрмегенмін, естімегенмін. Тіпті аз білетіндер қатты көп сұрақ қойса да бір компания табылады, оған сонша төлейді. Тіпті ол өз ақшасын тұрмаса да. Шетелге кететін болды. Соншалықты конкуренция жоғары сонша. Жоғары. Бірақ негізі ол дұрыс емес, әрине. Сен өз ақшаңды тұру керексің. Бірақ Цена и мүмкіндіктер качество. шетелде мысалы сол 2 миллион мың, доллармен доллармен? айтайын, иә, примерно 3-10 мың доллар мен айлық көрдім. Иә, айлық көрдім. Не дейміз енді, осындай айлық баршамызға бұйырсын. Иә, мен мынандай нәрсе ойлаймын, мен жаңағы junior мен middle-ның айырмашылығы деген сияқтыларды қосып мысалы бізде компанияда жалпы сондай ақ сөзден талқылау болған junior кім, middle кім деген сияқты. Junior деген ол оған тапсырма береді, ол өзі орындай алмауы мүмкін, кейбір нәрсені сұрайды. Ал middle деген ешқандай сұрамау керек, оған тапсырма берілді, ол жасайды. Ол мысалы жай бір оңай сұрақ қоймау керек. Middle өзі бәрін білу керек, істеп жатқан нәрсесі. Ал senior болса, ол уже тапсырманы бөлетін, жаңағы көп нәрсе тимлид болады, архитектураны көтереді, полный бүкіл нені біледі да, проекттің қалай жасалатынын біледі, ұсақ түйек задачаларды middleға, juniorға береді. То есть мен де сөйтіп қалыптасты менің ойым. Солай бөлуге болады дейсің да? Түсінікті. Басқа сұрақтарың бар ма? Сұрақ дейін. Сұрақ жоқ сияқты, бізде Арзалтай екеуміз сұрақ қалмаған сияқты. Бесконечно сөйлей аламын жұмыста. Бірақ енді көрермендеріміздің сұрақтарын қойсақ, генетик жазып, рекрутерлер қанша зп алады? Компанияға байланысты, ол дәл бағдарламашылық сияқты кішкентай компания болса ақша аз төлейді, үлкендеу компания әсіресе международный болса көбірек төлейді. Бірақ жалпы не айтарым, рекрутер, не знаю, юрист, бухгалтер, басқа осындай сияқты бэк-офисный жұмыстар, олар көмекші жұмыстар бизнесқа, вспомогательный. Олар тура компанияға ақша әкелмейді. Проект немен, бизнес жағынан дәл өзінің жұмысымен олар ақша әкелмейді. Олар тек жұмысқа келетін адамға көмекші ретінде жасайды. Бірақ оның да өзі әрине пайдасы да орны да бар. Бірақ компанияны максимально сокращать ететін болса, тек осы ақша қалдыратын адамды қалдырыңдаршы десе, онда бір ғана разработчик қалады. Бір сеньор, да, и болды. Қалғандар бәрі себебі көмекші бизнесқа. Бірақ үлкендек компания, 100+ адамдар уже түсінеді, ол адамды компанияда ұстату үшін оған атмосфера создавать ету керек, культура басталу керек, принципы, ценности деген нәрсе болу керек компанияда. Соны сен адамдардың ойларына отырғызу керексің, оларды бір-бірімен таныстырып, бірге сөйлесіп, бір жаққа апару керексің, олар бір-біріне үйренсін, сөйлесіп кетсін деген сияқты нәрселерді істеу керек. Себебі өздері өзімен өзі жұмыс істеп, олар сөйлеспеуі мүмкін, бір столдың үстінде отырып. Оның бәрі мысалы HR басқа вспомогательный адамдар істейді. Сондықтан қалай бағалау керек, адам компанияның ішінде өссін, оған не істеу керек деген нәрселерді шешетін адамдар ол түсін вспомогательный. И оны уже үлкенірек компания кішкене өскен, и енді адамдарды ұстау керек болса, оған де жетеді. Мысалы, рекрутер қанша зат алады? Негізі енді дәл тапсыл компанияда программистпен рекрутерлар алсаң, салыстырсаң, әрине оныкі бірнеше есе аз болады. Жоқ, Айгүл, мен сенбедім, программисттермен вообще ешкім салыстырмау керек. Оның да кішкене деңгейлері бар ғой, junior, middle, начинающий специалист бар. И рейндж давай, рейндж. Біздіңде қара айлықтың түрлері ішінде фиксед бар, да? И бонусные части. Сен как продажник, да, типа
болады да? почти кейбіреулер, бірақ бәрінде емес. Кейбір компанияда бар, кейбір компанияда жоқ. Кейбіреулер фикс просто оклад Да. дейді. Мысалы дарда просто фикс болды, сен там өз жұмысыңды жасап, қанша пропозиция жаппасаң да, осынша аласың деген. А мысалы брейнсорста, из-за того, что вакансий көп, и жұмыс шынымен сенің сол жақаныңмен саналады да. Көп жасадың, көп аласың. Иә.